Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде подкастта қонақта Думан Аббен, бұл АФК тренер. Қош келдің. Рахмет, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қалайсыздар ма? Рахмет таке. АФК деген не? АФК тренер деген не? Так, АФК дегеніміз адаптивная физическая культура, расшифровкасы. Адаптация дегеніміз яғни үйрету, яғни балаға қазіргі таңда осы актуальный болып жатыр ғой, бұзылысы бар балалар көп туылып жатыр, карантиннен кейін особо көбейді. Сонымен сол балапандарға адаптация, өз-өзіне қызмет жасауды үйрету негізгі мақсаты физикалық жаттығулар арқылы өз-өзіне қызмет ету болғанда, мысалы өзінің аяқ киім байлау, өзінің киімін кию, әжетханаға өз шығу, өз тамағын өз жеу деген сияқты элементарный дүниелерді қазіргі балапандардың қолынан келмей жатыр. Сол себепті АФК жеке бағыт болып бөлінді. Қателеспесем 4 жыл болды. АФК негізі бұрыннан бар. Ол бірақ паралимпиадалық ойындардың спортшыларының несінде болған. Жалпы жұмыс істеу процесінде, жоспарында, планда болған нәрсе. Қазір уже ол біздің кішкентай балапандарымызға керек болып қалды. Мәселе сондай. Сонымен АФК қазір біздің мамандық болып тұр данный моментте. Ондай балалар қандай ол? Қара, енді бұл жерде аутисттар ма әлде қалай? Аутисттар да бар. Бірақ мен былай түсіндіріп өтейін. Маған келетін ата-аналардың в основном кішігірім сәл дұрыс жеткізбеу деп айтайыншы. Балама мынандай диагноз қойып берді деп келеді. Невропатолог маған мынандай диагноз жазып берді балама деп. Мысалы ЗПР, ЗРР деген сияқты. Бірақ сіздер мына нәрсені бірінші кезекте түсініп алса деймін ата-аналар. Диагноз бар, заключение бар. Диагноз дегеніміз тек қана медицина бағытында емделетін дүние, диагноз. Ал педагогический коррекциямен кететін дүние, ол бұзылыс. Оны заключение қылып жазып беретін невропатологтар. Диагнозға не жатады? Диагнозға дауна жатады, умственная отсталость, аутизм жатады. Үшеу ғана болды. Ал қалған қазіргі таңда прям актуальный болып тұрған ЗПР, ЗРР, ЗПР, задержка. Психологическое развитие. Психологическое развитие, ага. ЗРР это задержка речевого развития. Речевое развитие. ЗПР плюс. Задержка психологического и речевого развития. СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности. СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Активные балалар, И РАСПАР, расстройство аутистического спектра. Осы нәрселер заключение. Бұны диагноз деп прям қатты нервничать етудің қажет жоқ. Мектепке дейін, мектеп кезінде де бұл кететін нәрсе, задержка болады, по-любому болады. Ол балада полностью до конца кетпейді ол. Бірақ ол қатты выявляться етпейді. Үлкейген кезінде, бала сәл есейген кезде ол байқалмай кетеді. Вот бала сөйлемей тұрған кезде, мектепке дейін, садикке барған кезде қатты көзге көрінеді. Сол үшін біз 5 жасқа дейін желательно жұмыс істеген дұрыс. Прям 5 жасқа дейін жауып тастау керек та. Менде болды, ең кішкентай маған келетін балапаным 1 жас 2 ай. 1 жасында ата-анасы байқап, тексертіп, 1 жас 2 айында алып келді. Не болды ода? О балада не болды? Подозрение на расстройство аутистического спектра, потому что кішкентай бала вообще өз атына қарамайды, ешқандай звук шығармайды, хотя бы М демейді, П демейді, А демейді, О демейді, только жылайды болды. Соны тексерткен, апарған, сосын подозрение на деп заключение жазып берген, сосын маған алып келді оны. 3 айда прям күшті болып шығардым ғой. 3 айдың ішінде 1 курс қой. Сонымен өз атына қарайды, мамасы шықты, атын айтсаң бет келіп басын көтеріп сұрайды да, не болды деген сияқты. Сөйлей алмай тұр ғой, бірақ қарайды, чолам. Сосын кел десең келеді, ананы апар десең апар, мусор сал десең сал, тамақ жемесе стол отырады. 1 курста солай шығардық. Сондай нәрселер бар. Просто соны айтқым келеді. Диагнозбен заключение шатастырмаңыздар. Диагнозден өте қатты нәрсе. Құдай сақтасын одан. Бұрын біздің бала кезімізде 90-шы жылдары 2000 жылдары ондай балалар болды ма? Біздің кезімізде ондай балалар болды. Даже бүйтіп қазір ойланып отырсам, мен 1-ші класста кластасымда сондай болған екен. Бірақ қазір
примерно статистикаға сүйенсек деп шығарып жатыр, 2030-ға дейін туылған балалардың арасында бір отбасында бір аутист бала болады деп медиктер не шығарды, статистика шығарып берді. Енді соған қарағанда қазір көп қой Ол балалар. неден сонда? Оған факторлар көп. Во-первых, любой жерде кінәлі ата-ана в первую очередь. Ол по генетике келуі мүмкін, ген арқылы, болмаса ол туылғаннан кейін пайда болуы мүмкін. Болмаса уже третий уже экология, қазіргі вирустар, коронавирустан кейін деп айтып жатқан сол из-за вируса неше түрлі нәрселер болды, денсаулық бұзылды деген сияқты. Тем более сол кезде балалар көп туылды ғой. Өзің ойлашы, денсаулығың напряг болып отыр, ана жақта коронавирус болып отыр, бәрі ауырып жатыр, елдің бәрі. И тут турасында келіншегің аяғы ауыр, сол моментте бала туылады. Денсаулықтың өзі деген иммунитет андай вируспен күресіп жатқан кезде туылған балаларда ол обязательно шығады бір жерден задержкасы. Сол үшін в первую очередь денсаулықтан, одан кейін ата-ананың кінәсі. Кез келген бір отклонение нормадан кішкентай балада пайда болады. Қай айларында байқау мүмкін оны ата-аналар, және де қалай байқайды оны? Прям кішкентай 40-нан шықпаған балаларда да болады ондай отклонениялар ша. Отклонение демек задержка. Өзінің сверстниктарынан қатар құрдастары бар ғой, бірге туылғандардан, олардың қолынан келіп жатқан бір нәрсені істей алмай жатса, уже ақырындап апара беру керек қой, тексеріп дұрыс па дегенше. Потому что невропатолог бар Шымкентте, Жанар дейтін кісі, фамилиясын ұмытып тұрмын. Невропатолог, мықты врач, прям бүткіл Қазақстаннан барады сол кісіге, Шымкентке арнайы. Бір кіріп шыққанның өзі нормально сумма, қымбат сумма. Сол кісі кітап жазып шығарды мамаларға арнап. И сол кітапта специальный жер бар, бала туылғаннан бастап 7 жасқа дейін каждый жасында, әр жасының айында бала не істей алу керек деген нәрсе. Мысалы, сондай ма? 40-нан шыққанша бала... Ол кітаптың аты қалай? Мен ұмытып қалдым сол кітаптың атын. Невропатолог Жанардың кітабы десе, Каспида да тұр сол кісі. Сөйтіп іздейді бәрі ше, атын ұмытып қалдым, честно. Ол жерде мынандай да, например, бала бір айлық кезінде А, О, У дейтін дыбыс шығару керек деген сияқты ше, басын оңға солға бұру керек деген сияқты. 5 айлығында, 6 айлығында бала уже аунау керек, өзінің денесін бүйтіп көтеріліп тұру керек. 8 айлығынан бастап ақырындап еңбектеуге икемделу керек. 10 айында толық еңбектеу керек, 11 айында ақырындап сүйеніп тұру керек. 1 жас 1 айында еркін жүру керек. Например ше, 1 жасқа дейін А, О, У, одан кейін 1 жас 6 айға дейін ма, ба, па дыбыстары. Сондай дыбыстар шығу керек. 2 жаста уже бала деген бір сөз айту керек. 3 жасында 2 сөз қосып айту керек. 3 жастан ары қарай бір сөйлем айту керек. Каждый айдың нормасы бар да, әр жастың. Ата-аналар соны алып, оқып, примерно тексеріп алса болады. Енді мынандай ситуациялар болады. Например, жаңадан үйленген отбасы бірден бөлек шығып кетеді. Ата-анасымен бірге тұрмайды. Жұмыс бабымен басқа да неше түрлі нәрселер болады. Бірінші балалар дүниеге келеді. Әкесінде де опыт жоқ, мамасында да опыт жоқ, қастарында подсказка беретін үлкендер жоқ. Білмейді да бала қалай өсу керек, қалай болу керек. Ол кішкентай балалар қолында бүйтіп әлдилеп, мәз болып жүре береді соған. И осы кезде бізге в первую очередь көмекке келетін педиатрлар. Местный поликлиника өздерінің қай жерде прописан. Олар үйге дейін келеді. Педиатрға апарады, например, немесе үйге келеді. Ең бірінші байқайтын оны педиатр. Педиатр егерде сондай бір бұзылыстары, задержкалары бар екен байқап тұрса, бірден ата-анасын невропатологқа жіберу керек. Невропатолог баланы тексеріп, полностью егер сондай байқап тұрса, бұзылыс бар екен, психотерапевтке либо психологқа жібереді. Потому что невропатологтар қазір көп жазып бере салады заключение. На самом деле невропатологтар в первую очередь психотерапевт, психиатрға жіберу керек. Потому что баланың психологический развитиясын, олардың физический развитиясын көре алады невропатологтар. А психологический развитие именно баланың ойлану санасын только психиатрдар, психологтар ғана көреді да. Содан кейін сол кісілер заключение жібереді, сол заключение педагогический коррекционный центрға келеді ата-ана. Этап сондай. Егерде ата-ана өзі байқап ататын болса, өздері алып келеді. Егер ата-анасы неопытный болса, педиатрға апарып көрсету керек. Қалай бұна бала, дұрыс па, ойлану керек та, өзінің ішінде сәл болсын тревога болу керек та, барлығы дұрыс болса екен деген нәрсе. Сонымен педиатрлар бері қарай по этапына жіберу керек. Сол заключение бізге келеді.
егер де осындай жағдай жанұяда болса коррекционный центрді қалай табамыз, қай жерден табамыз? Коррекционный центрлар негізі қаланың барлық жерінде бар қазір. Былайша айтқан кезде бизнес болып кетті оның өзі ше. Көп ашылып жатыр. Бірақ олардың ішінде таңдау қалай жасаса дұрыс болатын еді. Әйелдер қауымын білмеймін. Еркектер қауымы именно осы бағытта жұмыс істейтін АФК тренерлар, дефектологтар, еркектердің 90% өзінің баласында проблема болғандықтан осы бағытқа келгендер. Ер азаматтардың көбісі. Сол жағынан Әйелдерді сондай шығар. Әйелдер само собой келеді ғой, ол деген, потому что самый лучший логопед это мамасы ғой баланың. А еркектер қауымы именно АФК тренерлар. АФК тренерлар в смысле. Қара, мен неге бастадым? Менің балам биыл 4-ке толды, өзімнің ұлым. Мен бұл неге келген кезде, осы бағытқа келген кезде, балам где-то 2 жастың айналасында болды. Мен мән бермедім, честно, вообще. Потому что бұл менің екінші балам. Үлкен қызын ата-апасы бақты, полностью солар қарады, өсірді, киіндірді деген сияқты. Вообще оған балаға мән берген жоқпын. Екінші балам туылғаннан кейін біз жеке шықтық, бөлек. Келіншегіммен екеуміз отдельно өмір сүріп бастадық. Одан кейін барып менде кішкене отцовский инстинкт дейді ғой, ояна бастады. Мен балам бар екенім, мен әке екенім, оларға жауапты екенім сол кезде басып байқалды. Содан ойнап жүреміз, ана жүреміз, мына жүреміз. И уже салыстыру басталады ғой бізде. Например, қатар балалар, жасты балалар келіп қалса, анау бүйтіп алады, мынау сөйтіп алмайды деген сияқты бүйтіп қараймын да. Сонымен келіншегім айтып бастады, мына бала что-то не то. Өзім ұлымды. Мына бала что-то не то. Ұқпайды, түсінбейді, жылай береді. Мынау деп. Сонымен хорошо, апар дедім. Көрсет дедім. Нейробатологқа апарды. Мен балама СПРР қойды. И психологически и речевое развитиедан задержка барды. Потому что бала көп сөз түсінбейді, айтқан нәрсені ұқпайды и, соответственно, сөйлемейді вообще. Сонымен барып жүрді коррекционный центрге. Мен алып кетіп жүрдім. Сосын айтты, бала АФК керек деді. Бірақ ол коррекционный центрде АФК тренер жоқ. И айналадағы коррекционный центрлардың ешқайсында АФК тренер жоқ. Сосын маған айтты, істеп көресіз өзіңіз деді. Бана коррекционный центрдағылар. Не істеу керек деп едім, мен сізге примерно түсіндірейін, сіз өзіңіздің балаңызға осыны істеп көріңіз деді. Хорошо. Бүйтіп істейсің, сөйтіп істейсің түсіндірді. Мен өзім барып, логопедтер сабақ өтіп береді, потом өзім АФК өткізіп жүрдім балама. Вообще ешқандай опыт жоқ. Просто сол кісілерді көрсетіп қарап тұрды да. Где-то бір айдан кейін ақырындап результат шыға бастады баладан. Жай результат шыға бастады. И сонымен предложение келді маған. Сіз АФК тренер болып кірсеңізші бізге жұмысқа деп. Потому что менің диплом педагогический ғой. Оның ішінде инклюзия бағытында оқығам тоже. Сонымен ақырындап шақырды. Келсеңізші бізге істеп көріңіз деп. Айттым, жарайды, көрсем көрейін. Бәріміз кешке жұмыста, күндіз үйдемін ғой бәрібір. Бардым. Мен балама шүкіршілік айттым ғой сол жерде. Мен алдыма келген балалардың қандай деңгейде, қандай уровеньде екенін көріп, олардың проблемасын көріп, мен балама айттым, балам тұра тұр, сен екінші орынға дедім. Потому что ата-ана менің алдыма өзінің баласын әкеліп отыр. Екеуміз сияқты отырады. Ағай, қалай балам? Нормально болып кете ма? Дейді. Ана бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, ағай, не істесек болады, мен не істеймін дейді. Мен өзім білмеймін ол кезде не істеу керек екенін. Бірақ менен келіп сұрап тұрды. Білгенімше істеп жүрдім. Артынан курстар болды, оқыдым, сертификаттарымды алдым. Былайша айтқан кезде тастап кете алмай қалдым ғой жанынан. Потому что сенің мойныңда уже қандай жауапкершілік тұр. Сенің алдыңда 16 бала, кажется, жарты сағат сайын ауысады. 16 ата-ана келіп, менің балам қалай, ағай. Тастап кете алмайсың уже, не деп тастайсың онда, бүткіл ел деген саған бүйтіп мөлдіреп отырса. Сонымен содан қалдым. Сол бағытта полный баспен кірдім. Қазір айтамын, сол бағытта полный баспен кірдім. Результатты шығара бастадым. Сонымен мен баламмен где-то 1 жылдай заниматься еттім. Өз балаңмен? Өзім баламмен. Центрға апарған жоқпын, уже үйде заниматься ете бастадым. Потому что мен бағытын полный түсіндім, не істеуге болатын. Оказывается, дедім, әкелері, ондай балалар болатын болса, үйде күнделікті жартақ сағат жеткілікті кешке. Ана баланы задержкадан шығарып алу үшін. Бірақ ата-аналар білмейді не істеу керек екенін, қалай ойнату керек екенін білмейді баланы. И былайша айтқан кезде өз баласымен ұзақ уақыт отыра алмайды әкелер. Мамалар таңнан кешке дейін жарайды, қарап отыра береді. Әкелер 5 минут максимум өз баласымен
ойнайды, сөйлеседі туда-сюда, и потом дальше телефон, телевизор, либо ұйықтайды, либо тамақ ішіп кетеді деген сияқты. Сол үшін әкелер жарты сағат уақыт берсе спокойно шығарып алуға болады. Қазір балам 4-те, құдайға шүкір. Соңында лечение алдық, медицинский. Жақсы невропатолог апардым, остеопатқа апардым. Солардың жазып берген дәрілерін 3 мемлекеттен заказ бердім. Дәрілер прям қалтадан тиеді, өте қатты. Как минимум где-то 800 мың теңге бір айда салдым балама. Бірақ результат құдайға шүкір өте жақсы шықты. Қазір балам жақсы, өзіме боқтасып отыр. Бірдеңе десем боқтап шығады, түсінеді бәрін, прекрасно түседі, цветтің бәрін біледі қазір. Түстердің бәрін ажыратады, не ішкісі келеді, не жегісі келеді, бәрін айтады. Самообслуживание вообще таңертең бізден ерте тұрады, мен өзім кеш тұрамын ұйқыдан, келіншегім де менімен жарысып ұйықтайды. Бірақ балам спокойно таң 8 өзі тұрады, барады, холодильникті ашады, продуктысын алады, қарны тойдырып жейді, келеді телевизорды қосады, мультигін көріп жата береді спокойно. Ол жаңа сен айтып жатырсыз, сол маған есіме келіп жатыр. Ол үшін жаңағы әкенің тәрбиесі, әкене жұмыс істеу керек дейсің ғой. Ол үшін үлкен шыдамдылық керек қой негізі, терпение. Өте қатты. Мен мысалға 3 ұлымды, қызымды қазір қалай тәрбиелеймін білмеймін, 3 ұлымды да садикқа апарам 1,5 жастан. Олар киінгенше, олар шешінгенше отырам. Дым істемеймін. Өте жақсы. Анау келеді, мысалға кешке алып кетейін деп келем. Қыста ғой, бір гамажын колготкин киеді, бір аяғын жүгіріп кетеді, ойнап, айналып келеді. Мен күтем бәрібір. Екіншісін келеді, киеді, қайттан жүгіріп келеді, қайттан сөйтіп, шыдап отырдым. Жарты жыл, где-то 7-8 ай шыдап отырдым. Одан кейін уже 3,5 жылында мен келім спокойно өздері киініп, шығып кете береді. Аяқ киімді, ал кейбір ата-аналар жаңағы 5-6 жасар баласында киіндіріп отырады да. Анау деп отырады да. Не дейді білесің бе? Деградация дейді оны. Ол біз айтамыз гиперопека дейміз. Ата-аналардың тарапынан гиперопека. Ол гиперопека дейтін страшный дүние негізі. Ата-аналарға сен мықты істедің, дума. Өте жақсы істедің. Потому что қазір баласы 30-ға келген, например, ата-аналарда бар да, үйленбеген бойдақ, жұмыстан ерте қайтып барады, не болды, балам срочно бар тамағын беруім керек дейді. Кішкентай бала бар ма енді? Я өзім кенжем ғой дейді. Неше десе 30-да дейді. Мәс. Например, өмірден алынған дүние, өз-өзіме көрген нәрсемді айтып отырмын да. Потому что гиперопека сен басында бастадың ба, кішкентай күнде балаңның самостоятельно ештеңе істетпедің ба, бітті, до конца кетесің. Бала да соған үйреніп алады. Потому что ең жалқау орган адамдағы ми. Например, 2 күн түк істемей үйден шықпай ұйықта, 3-ші күн сен таңғы 6:30-да тұрып жұмысқа барып көрші. Сен автоматически сылтау іздеп бастайсың, бастығыма не деп жазып жіберсем екен, қай жерім ауырып қалды деп, қай туысқаным қайтыс болып кетті екен деп. Қайсын жасам екен деп отырады. Потому что мы уже накидать етеді варианттар бармаудың. То же самое, сен балаңның тамақ қасықпен ішіп жүреді, сен отырда 1 апта бойы қасықпен берші тамақты. 1 аптадан кейін сен балаң алдына тамақ қой, до конца күтіп отырады, бермейсің бе, аш жата береді бала уже. Ми соған үйреніп қалды. Туа бітетін қасиет болады, және де жүре пайда болатын қасиет болады олар. В основном жүре пайда болады. В основном сондай ма? В основном жүре пайда болады. ЗПР, ЗРР. ЗПР көп аты, но самый қазір распространенный это ЗПР. Вот неден болады ол енді жүре пайда болса? Ең басты проблема ата-ана деп айттым. Иә. Еще раз айтамын, ата-анадан. Ол бағанағы гиперопека да бар ішінде. Иә. Бала самостоятельно түк істетпегеннен кейін. Так. И екінші проблема телефон. Самый ауқымды проблема ол телефон. Да ты че? Да, потому что балаға телефон берме, көзін ауыртады деп айтады бізде. На самом деле көз ауырмайды одан. Көрсе көре берсін. Неше көрсе де ше, ештеңе болмайды. Балада в первую очередь слуховой кетеді. Слуховой қара. Например, сен құлағың естиді. Иә. Сен прекрасно мені естіп отырсың. Иә. Бірақ айналаңда тоже шум болып жатыр. Так. Мына жақта біреулер жүр, сыртта машина жүріп жатыр. Например, сен оған мән беріп отқан жоқсың ғой. Сен мені тыңдап отырсың. Видишь? Ал балаларда барьер қойып тастайды. Бала деген, сен ана сырттағы шумға қалай мән бермейсің, бала барлық звукқа солай мән бермейді. Потому что балалар мультик көріп отырады да, қазақша көріп отырады, артынан ағылшынша қосылады, бір кез арасынан қытайша мультик көріп отырады ғой. Баланың түсініп отқан жоқ та, сөзіне мән бермейді вообще, потому что бала
не туралы айтып жатқан қызық емес оған, потому что барьер қойып тастаған құлақта, ол просто көз алдында музыка тік тіс тік тіс тік тіс тік тіс тік тіс болды. Темповый болса болды да, бала отыра береді. И потом ата-аналарда басталады проблема. Мен мынаның атын айтам, қарамайды, шақырсам келмейді, айтам бүйтіп басын көтермейді дейді да. Конечно, бала полный барьер қойып тастаған. Бала естіп отыр құлақпен, бірақ ми қабылдамайды да, көрдің бе? Ол атын айтып отқан, шақырып отқан бала түсініп отқан жоқ. Это бірінші проблема. Екінші проблема, балада пространственное нарушение болады. Кеңістікті бағдарлау деп айтамыз біз. Например, алдыңда микрофон тұр, сен микрофонға ұрылмайсың ғой. Түсінесің, мына жерде тұр. Значит, мен мынандай расстояние ұстауым керек, менің дауысым естілетіндей, например. Мен алдымда блокнот тұр, мен блокнотымды алғым келсе, сен қолың созасың да, например. Ол пространственный, сен бәрін біліп отырсың, прекрасно, қай жерде тұр, қай этажда отырғанын барлығын біліп отырсың да. Ал балаларда қалай? Кішкентай телефонның ішінде машина жүріп отырады, былай бір кетеді, доп ары барады, доп қайтып келеді. Бірақ ол нәрсенің бәрін қолының жететін жерінде істеп тұр да. И сен телефон қанша көрген балаң барып, алдына допты қой да, бүйтіп домалатып жіберші. Допты ал десең, қолын осы жерге ғана созады. Потому что оның восприятиясында миында ана доп қайтып келеді да, көрдің бе? Виртуальный болып көріне ме бәрі? Иә. Пространственное нарушение содан пайда болады. Одан кейін балада пространственное нарушение сразу автоматически вестибулярное нарушение кетеді. Да. Вестибулярное дегеніміз тепе-теңдік сақтау. Координация движения. Да. Например, велосипед айдамайтын балаларды білесің ба? Тепе-теңдік сақтай алмайды. Лифтқа отырған кезде қорқатын балалар, ары бері қозғалған кезде, алыс жолға шыққан кезде жолда обязательно құсатын балалар бар. Потому что жол постоянно қимылдап тұрады былай қарай. А ми қабылдамайды анан. И баспалдақтан түскен кезде кейбір балаларды байқасаң, бір аяғын қояды да, қасына екінші аяғын қояды. Сосын бір аяғын қояды да, екінші аяғын қояды. Бала бет автоматически тақ түсіп кете алмайды. Биш қорқады ол. Бір аяғын қойып көреді бірінші. Құламай ма? Қасына екіншісін қояды. Екіншісін қойып көреді, қасына қояды. Солай түседі. Осының барлығы телефонның кесірі да, көрінбі бала уже мультик көргеннен кейін атына қарамайды, естімейді, естімегеннен кейін мән бермейді, мән бермегеннен кейін ол сөз түсінбейді, түсінбеген сөзді бала айтпайды, бала сөйлемейді. Бала қорқақ, тепе-теңдік сақтай алмайды, качеляда ойнамайды, велосипед айдамайды, алыс жолға шықса құсады, алдындағы тарелкада тұрған тамағын алып жей алмайды, қасығын аузына апара алмайды. Оның барлығы пространственное нарушение. Сонда бір телефонда мультик көргеннің әсері, бала былайша айтқан кезде андай доступный деп ойлайды да, барын қол жетеді деп ше. Қол жетпейді, ештеңе істемейді дальше. Просто отырып үйреніп қалған бала. Біз бұның бәрін қалай выявлять етеміз? Бағана айттым ғой, байқады, чуть-чуть задержкасы бар екен, невротологқа барды, заключениесін жазып берді, заключение мен коррекционный центрға келді. Маған, например, алдым алып келеді қағаздарын, бала туралы полный информацияны оқып аламын. Ол баламен жұмыс істеуге бола ма, болмай ма? Потому что жұмыс істеуге болмайтын да балалар бар да. Олар қазір айтамын. И потом біз уже балаға диагностика жасаймыз. Диагностика в первую очередь балаға плюс қасындағы ата-анаға. Балаға қараймыз, бір жерде минус таптық па, неден екен ата-анадан сұраймыз. Прямой сұрамаймыз ата-анадан. Біткенде не ма, сіз ба деп ше? Просто айтамыз, ана біткенде не істейді, сіз не істейсіз? Ата-анасының поведениесі байланысты уже проблема ата-анасынан екенін түсінеміз. Сосын біз же балаға емес, в первую очередь ата-анаға тапсырма береміз. Мелкая моторика біз ең бірінші тексерілетін нәрсе. Саусақтың ұшы. Екі саусақтың ұшы қысу. Мынау қыспаса, толк жоқ. Потому что киім кию үшін осы саусағымен қысып көтересің, тамақ жеу үшін қасықты осы саусақпен қысасың. Например, уборныйға баратын болсаң, осымен көтересің, любой нәрсені осы екі саусақ қана істейді. Екі саусақ қыспай ма, мелкая моторика жоқ па? Осыдан бастаймыз. Одан кейін бару уже крупная моторика. Крупная моторика полный день, да? Мелкая моторика на саусақтың ұшы. Осыдан бастайсың. Диагностиканы. Одан кейін праксис. Процесс? Праксис. Праксис. Праксис қысу. Бүйтеміз, екі саусағын бүйтіп береміз. Екі саусағын. Қыс дейсің балаға. Қыс. Көресің, хват қандай. Баланың жасына байланысты. Кейбір балалар бүйтеді, қыс десең, бірақ сезбейсің сен оны. Получается, баланың саусағы қыспайды.
яғни ол бала бүйтіп турникке барып бассаң ана баланы құлайды автоматически. Хотя ол инстинкт қой балада, туғаннан кейін уже бар нәрсе ғой ол. Бүйтіп отырады телефонда. Қыспайды оны саусақ түк істемейді. Например, ата-аналар бүйтіп саусақ қысатын еш нәрсе істетпейді. Қыспайды, болды же, толық жоқ, бала ручка ұстамайды, ертең мектепке барғанын жазамайды. Қыспайды да саусақ, өйткені плотно ұстап тұра алмайды. Одан кейін барып тонус. Баланың тонусы, мышца везде. Мынау, аяқ, сан, балтыр. Барлық жерден бұлшықетін ұстап көресің. Тебе скажу, слайм бар ғой, ойыншық. Маған диагностикаға келетін балалардың в основном тонусы, мышцасы бұлшық еті, слайм ғой. Басасын езілей береді оны. Қолын тырыстыр десең, тырыстырады, езілей береді. Жұмыс істемегенде бала. Ол неше жастағы балалар? Ой, бәрі. 7 жасқа дейін келетіндердің бәрі сондай. Бәрі демей ақ қой, в основном сондай. Маған келетін балалардың. Мышца жұмыс істемеді ма, қыспады ма, толқы жоқ уже. Потому что миға сигнал бармайды, ол бала сөйлемейді, әуре болмай. Толқы жоқ, неменеге толқы жоқ? Бірдеңе істетіп, сөйлетемін дейді, ата-аналардың бәрі бізде сөйтіп келеді ғой. Балам сөйлемей жатыр, сөйлетіп берші деп береді. Ол деген сөйлеу, это пик. Сөйлеу, есептеу, жазу. Оғанға дейінгі нәрселердің бәрі қалып кеткен да, балада дамымай қалған. Мышца дамымады ма? Оны қалай сонда дамытуға болмай ма? Болады. Сол үшін жұмыс істейміз ғой. Жоқ, толқы жоқ деп жатсың да. Толқы жоқ болғанда сөйлетіп толқы жоқ та болған. Маған алдын алып келді, сөйлетіп берді, сөйлемейді олар. Басынан бастан керек та, хват деген бала туылған кезде басталатын нәрсе ғой. Содан бері қарай кету керек та мышца. Спортсмендер, например, качаться деді ғой мышцаны қатайту үшінші, балаға хотя бы средний тонус болу үшін балада қимылдау керек та. Бала қимылдамаған, ата-ананың неге кінәсі гиперопека осыдан. Істетпейді ештеңе. Ештеңе істетпейді. Отырып алып, короче, баланы жұмсау керек қойды, Отырып алып жұмсау керек. Баланы вообще аямау керек. Балаға полный диагностика жасалады. Бастан аяқ, прям көз, мұрын, құлақ, ауыз, қимылдау, жүру, еңбектеу, жорғалау, аунау, соң барлығын тексереміз. И в самом конце, в основном, қазіргі балалардың проблемасы W деп атаймын. W дейтін бала отырады ғой. Отырған кезде екі аяғын екі жаққа жайып отырады да. И бүйтіп үстінен қараған кезде баланың английский W дейтін буква бар ғой, андай. Тура сондай болып отырады да, бала екі жаққа бүйтіп жайып отырады аяғын. Вот сол ең қатты проблема. Ата-аналарға айтамын, андағы нәрсені кетіріңдер, көрдің сразу айт, баланың бұтын жина, алдыға соз аяғын. Потому что миға жалғыз информация баратын жол омыртқаның ішіндегі жұлын тамырлар. Омыртқаның үсті майсы жарайды, ладно, корсет киіп түзеп аласың. 8 көздің үстіндегі омыртқаның астыңғы жағын никак түзе алмайсыңдар ертең. Баланың белі ауыратын болады. Үйреніп кетеді. Сен қазір өзің отырып көрші солай деймін да, ата-анаға. Отыршы мәші, бір минут шыдайсың ба? Шыдамайсың, конечно. Үйренбегейсің. Сен омыртқаң түзіп, потому что жұлын жібермейді. Аяғынан тартады. А балаң деген ол жерде қысылып тұр, норма болып кеткен уже балаға. Сразу тұр да, аяғын түзеп таста, болды. Сонымен жұмыс істе. Потому что ол W-дан баланы үйрету үшін, әдет болып кеткен уже. Үйрету үшін аяғын түзу отыруды, просто отыруды 6 ай уақыт кетеді ровно. Сен ана W-ды сен балаңа 6 ай айтасың, жарты жыл, аяғың түзе. Бір сөзді жарты жыл айтасың ананы түзе үшін. Айтпайсың ба, сен балаңды кейін жарты өмірін соны алыс өтесің да. Мидың құрылысына мешайт етеді. Мидың құрылысы демекші, осы жерді айтасаңшы. Қара, мидың арты, ата-аналардың бәріне, балалардың басын ұрған кезде обязательно қарасын. Мидың арты қабылдау, прием информации, любой информацияны артымен қабылдайды. Екі жақ, жаны мидың, обработка, мына жақ, обработка, лобная доля, ответ. Келді информация, обработка жасады, но ответ мына жақтан шығады. Көз көру, құлақтың естуі, сөйлеу, барлығы осы жауап береді. Төбесі вестибулярный аппарат. Балаң уже тепе-теңдігіне жауап береді да. Сонымен айтамын да, всегда ата-аналар, егер балаларыңыз алда-жалда басын қатты ұрып алатын болса, в первую очередь сразу больницаға барып тексерту керек. Потому что мынадан қатты удар алып қалды, сіз қойшы дедіңіз, білмей қалдыңыз, например, не болған. Ертең балада обработка жоқ, балаңа бірдеңе айтсаң, мыңқ айтып тұрады, жауап қайтарамай. Потому что сен түсінген жоқ, сұрағын обработка жасаған жоқ, не жауап қайтару керек екенін білмейтін, например.
каждый доля өзіне жауап береді да. Мынаны қатты ұрып алды ма, все, балада прием жоқ, сен атын айтсаң да қарамайды, олар ештеңе қабылдамайды, жүреді бүйтіп. Ол жазылғанша сөйтіп жүріп қалуы да мүмкін баланың. Сол үшін бастыққа өте қатты бастандырмау керек. вообще категорически. Ана айтады, АФК деген спорт қой дейді да маған. Мен баламды АФК-ға апарған кезде бір спортқа апарайын дейді да. Мен айтамын, хорошо, апар, қайсыған апарасың дедім. Білмеймін, дзюдо ма, таэквондо ма, бокс па, біреуіне беремін ғой дейді. Ойлашы, мына жақта балаң и так каша болып отыр. Орнына келтіре алмай жатсың. И сен апарасың боксқа бересің, қалай ол? Тұрады да спаррингке шығады, например, тупо да. Білмейді ғой, балалар ойнайды бір-біріне, қолына печатка етіп басынан бір ұрды, например, құлап қалды балаң. И осы күнге дейін нәрсесін бәрін ұмытып қалды, атын ұмытып қалды. Кімнен көресің кінәні? Любой жерде ата-ана кінәлі. Осындай проблемалар бар жанұяларға мемлекеттен көмек бар ма? Мемлекеттен көмек, диагнозы бар балаларға. Туылғанда диагнозбен туылатын балалар болады ғой, бағана мен айтып кеткен диагноздар бар ғой. ОО, аутизм, дауны. Иә. Мемлекеттен көмек бар. Оларға ай сайын түседі. Баланың лечениясына, дәрі-дәрмегіне, қаратуына, если платный клиникалардан жақсы мамандар тауып сол жаққа апарам десе, мемлекет тарапынан көмек түседі. Бәрін төлеп бермейді, но диагноз болса ғана, заключениеға төлемейді. Заключениеға төлемейді. Ол диагноз бар ма? Если полный жауап бермейді, бір жерге апарам десе платный клиникаға, бірақ мемлекет определенный береді ай сайын. Күшті қойдың осы сұрақты. Айтқым келіп отқан. Бір ата-ана келді маған. Қызы 6 жаста. Мен жазда келіп тұр. Айтады, мен мына қызымды дейді, биыл нулевойға берейін деп едім. Бірақ мына қызым дұрыс сөйлемейді, маған осын сөйлетіп беріңізші дейді. Хорошо, қағазын алып келіңіз. Қағазды үйде ұмытып кеттім. Хотя фотосын көрсетті. Хорошо, фотосын көрсем, диагноз ОО. Умственная отсталость. Кішкентайынан қойып берген. ОО, умственная отсталость. Хорошо. Мемлекеттен көмек аласыздар ма дейді. Аламыз. Қайда апардыңыздар, қайда емдеттіңіздер? Ешқайда дейді. Неге? Сол квартирада тұрамыз, сол кредит төлеу керек болып қалады, квартираға ақша таппай қаламыз, енді продуктқа қиналып қаламыз дейді да. Хорошо, айтам, неше балаңыз бар? Екеуі дейді. Үлкені дейді. Екіншіңіз нормально ма? Нормально. Жұмыс істейсіз бе? Жұмыс істеймін. Күйеуіңіз жоқ? Күйеуім де жұмыс істейді. Машиналарыңыз бар ма? Бар. Үйлеріңіз енді салып жатырмыз дейді. Қашан бастадыңыздар деген әңгімелер бар ғой. Әдейі қыздырып отырмын ғой. Тұрамда сонда 6 жылда мына қызыңыздың мемлекеттен төленген ақшасын өзіне құртпадыңыз ба деймін. Хотя бір рет апарып көрсетпедіңіз ба? Ішімнен жынданып отырмын. Прям тірімді тістеп отырмын да. Прям ашуланып отырмын ана кісіге. Жоқ деді, айттым, хорошо дедім. Мен сізге көмек керек жоқ дедім. Қызыңыз нулевойға барма, логопедке апарасыз, мен АФК тренер. Бірақ негізі АФК керек ол қызға. Потому что ол қыз 6 жаста өз тамағын өзі шамайды. Әжетхана өзі барамайды. Бала қалай дамымаған, бір жасында сол күйінше қалған. Вообще сөйлей алмайды. Мамасы деген сөйлетіп берші дейді. Ананы бүйтіп айтады, мына сөйтіп айтады дейді. Ол мамасы ғой. Мамасы түсінеді. Мен түсінген жоқпын ол қыздың вообще бір сөзінде. Ертең мектепке барғанда мұғалімді тура мен сияқты вообще түсінбейді. И автоматом ол инклюзияның классына барады ол қыз. Либо вообще қабылдамайды мектепке. Сонда ата-аналар мемлекеттен берілген көмекті, как будто өзінің зарплатасы қылып жұмсайтын ата-аналар бар. Өте қатты жаныма тиеді. Прям өз-өзімді әрең ұстаймын. Келеді, көріп қалам. Ұрыспайсың ғой олармен, не дейсің, біреудің өмірін араласпайсың. На самом деле просто балаға жаның ашиды да. Кетті ғой 6 жыл өмірі. 6 жылда деген бала деген, мен айтпаймын прям ақылды болып кетсін, прям күшті жазып кетсін деп, түрлі түстің бәрін ажыратып тұрсын деп ше. Хотя өзіне керек нәрсесін істей алып үйретіп қою керек та балаңша. Ертең мамасы отырмайды ғой 11 жыл бойы. Соңғы партада бала қызына қарап. Ол да өседі, ол да түсінеді, ол да подросток болады. Автоматически баланың уже психологиясы бұзылады. Бала түсініп келді, ол түсінеді, оларда қалып баратқан. Оны түзетуге болатын не де? Түзетуге болатын, спокойно. Дауна, аутизм дейтін диагнозы бар балаларға бізге келеді. Бірақ біз айтамыз, бәрін жойып бермейміз ол балаң. Идеальный болып кетпейді балаң. Бірақ біз өз-өзде қызмет ете алатындай, прям ешкімге жәутең демейтіндей, өз басын өзі алып жүре алатындай дәрежеге жеткізіп бере алам. Бірақ өте ұзақ келесіздер, алып келесіздер ма?
бар ата-аналар өте жауапты ше, өздері бос болмай қалса да туысқандардың машинасына салып жіберетін, попросить етіп Яндекс таксиге салып жүріп күтіп алыңыздаршы ағай, біз қолымыз босамай жатыр, балам кетіп бара жатыр деп ше, бар ондай ата-аналар, прям қалдырмайтын сабағынан. Ондайдан міндетті түрде шығады результат. Біз кішкентай бір күшті қызым бар еді менің, Дауновен диагнозы. Кейін келсе бүйтіп жүретін только таңғалып күліп жүреді. Күн балалар негізі мейірімді болады, в основном олар, ешкімге зиян жоқ. Деп жаңағыдай күліп жүретін. Қазір деген сайрап тұр, прям сөз деген шығып тұр. Бірінші классқа, өзі обычный классқа барады. Сөйлей ме? Сөйлейді, еще как жазады, есепті шағады. Сәл түс жаттаудан проблемалары бар ондай балалардың басынан ше. Түстен шатасады, есебіңді бірақ жыртып тұр. Прям өз киінеді, өз шешінеді, өз барады орныға, ұялады, есікті іліп алады. 1,5 жыл тоқтамай келді. Сондай результатмен шықты. Қазір нулевой класста отыр, нормотипичный балалармен. Ана қасында басқа балаларың бар ғой. Келесі жылы қайттан қалшы деген балалар ғой. Видишь, жұмыс істеу керек баламен. Балаң нормально болса да жұмыс істеу керек. Уақыт бөлу керек та балаға. Ата-аналардың жауапкершілігі де. Ертең бізде күшті сөз бар. Алдыңа келген баланың әр секундында 2 дүниеде жауап берсін деп айтады бізде. Өзіміздің салада ше. Мықтылар бар ғой, неше түрлі шетелде барып не оқитын, лекция оқитындар, Қазақстанда мықтылар бар ғой. Солардың мықты сөзі бар, бір неге барған кезде осындай бір болады ғой, логопедтер жинап білім алмасатын кезде ең бірінші сол сөзді айтты, жазбаңдар дәптерлеріңе деп. Жазбаған ба? Тауып көрсем даже еще. Алдыңа келген баланың әр секундына 2 дүниеде жауап берсін. Ата-ана жауапкершілікпен қараса балаңасына, біз жауапкершілікпен жұмыс істейміз. Видишь, сол нәрсе аса мән беру керек. Баланың заключениесін қарап, өздеріңізге алдыңыздар. Қалай жұмыс істейсіздер онымен? Ата-ананың запросы в первую очередь приоритет. Например, алдыңа ата-ана келіп тұр, сұрайсың. Сіз балаңыздан қандай результат көргіңіз келеді? Не күтесіз? Не күтесіз? Біз қандай жұмыс жасайық? Если ата-анасының запросы мүмкін болса, айтамыз, хорошо, мүмкін, шыдамдылық танытыңыз, бір курста көресіз результат. Бір курс это шайғы. Либо жарты жылда 2 курстан шығатына результат. А если невозможно нәрсе айтып жатса, сразу айтамыз, гарантия бермейміз ол. Істейміз, тырысамыз, бірақ күтпеңіз. Көп қондай нәрсе. Екіншіден, мені в основном мені танитындар, маған келетін ата-аналар көбінесе ұл балаларды алып келеді поведенческий нарушениемен. Поведенческий нарушение дегеніміз қалай? Қолынан телефонды алсаң жылайды, жерге өзін тастай салады, ұрады қолына түскен нәрсемен. Так. Тістеп алуы мүмкін, Ондай балалар көп. тырнап алуы мүмкін. Поведенческий нарушение, олардың в основном папалары жуас. Так. Баласына ұрса алмайды. Мамасына сырат, мамасын упор көрмейді. Балалар көп қой ондай. Сонымен тұрады да әбден шамасы келмей кеткен кезде түсінеді, әкесіден мамасын алып келеді, кабинетке кіріп жүреді, есікті жауып кетеді, болды. Мен алдыма келеді. АФК тренерлардың барлығының тоны командный. АФК тренер только командный тонмен жұмыс істейді, потому что алдыңа келген балаң, ой, саным десең, бітті ғой бұл. Сен де тыңдамайды ол. Келеді, вообще баланы жұбатпаймыз. Тура армейский тон ғой. Армияда бар, рота пойдем деп ше. Түзел, тік тұр. Бізде тура сол, тұр. Тұрады, тұр. Жылама, тұр. Аншыға тұрғыз қоясы, ана жасан, например, отыр, ауна, жүр, алға, артқа, болды, команда болды. Біз оны көрсетпейміз, көрсететін балалар болады, қасында бірге істейтін, кішкентайлар енді үлмейтіндер. 4 жастағы бала барлығын түсініп тұр, сөйлеп тұр, әке-шешесінің шамасы келмей келіп тұрған бала не деп жүрсің ол қасында? Ана деген сөйлемей жатыр, бала сөйтпей жатыр, бүйтпей жатыр. Конечно, сөйлеуге мүмкіндік бермейді ата-анасы. Осекан пайсекан деп отқан балаң не деп сөйлейді? Сөзді түсініп отырсың ғой. Дейді, жейді, дейді, шет. Бала конкретно не ішкісі келетінін айтпайды да. 4-5 жастағы балалар. Еркелік просто мінез құлық нарушение. Негізі үйде ата-анасы істейтін нәрсе ғой негізі. Әкесі сәл қаталдау болып ше. Қой десеңші. Әр балаға енді әртүрлі тәрбие керек шығар, бірақ. Әр балаға әртүрлі тәрбие болған кезде менің алдыма келген балалардың бәрі командный тонмен жұмыс істейді, болды.
бізде басқа выход жоқ, басқа вариант жоқ, потому что менің алдыма келген бала күліп келмейді никогда. Ондай балалар көбінесе ол психолог болады. Қабағына қарап уже сразу қандай адам екенін біліп алады. Жай қатты мінез көрсететін балалар бар, прям шегіне жеткен да. Еркелік бар, плюс задержка бар. Менде бір бала СДВГ. Сенсориканы тоже беремін ғой сол уақыт. Сенсорикада массаж жасау үшін біз полный баланы орап тастаймыз да. Коврикқа. Йога ковриктар бар, жұқа. Йога коврик орап тастайсың. Бала сезіну керек та, қолы қайда, аяғы қайда, сол массаж жасайсың да, денесінің мүшесін сезіну үшін, үйрену үшін. Ана коврикқа орасаң, прям көгеріп талғанша жылайтын бала бар. Прям тамырлары адырайып кететін ше. Неге? Просто мінез. Ол жүгіргісі келеді ол бала. Айттым ғой, СДВГ, гиперактивность, страшный, бір орында тұрмайды. Ана бала жүгіргісі келеді, просто орап тастайсың, бітті, қылғынады, көгеріп тұрып. Бір рет папасы келіп бір қарады маған. Ағай, негізі дұрыс па бұл дейді. Дұрыс. Балаң нормально болсын ба? Шыдап отыр деймін папасына. Отырды, күтті. Шатыр жасады. Бірақ бала деген ол балалар страшный манипулятор. Бетіне бір рет күліп қарадың, болды, кетті. Менде бірінші курс аяқталатын кезде, например, бір бала 3 ай сабақ беремін, бір курста 2 айдан кейін балалар бар. Прям күшті болып кететін балалар. Уже автоматически олар жақсы көріп кетесің. Оларға босайсың, уже жібейсің. Сүйесің, ойнатасың, еркелетесің. Уже сен не айтасың, істейді ол балалар. Прекрасно бәрін үйреніп тұр, екеуің бірге ойнайсың сол баламен. Уже результатта ол бала теге кейін келсе тек бүйтіп түсінбей тұрған бала сенімен бірге ойнап отырып, мынау не десе, мынау машина десе, машинаны былай қойсаң, жоқ ағай, дұрыс емес, машина мынау деп сен қатеңді түзеп отқан балаға уже еркелетесің, жібейсің. Ол баламен ата-анасы айтамын, үйде де сөйтіп жұмыс істей беріңдер, болды уже нормально. Кейбір балалар бар, манипуляторлар, до конца манипулятор болып кетеді. Кінәлі кім? Ата-анасы. Потому что маған келеді, 1 сағат сабағын оқиды, үйге барады қайтадан, Васека, кімнің баласы, та. Болды, бала 1 сағат не үйреніп кетті, ұмытып қалды. Келесі сабақ, бірінші күн сабаққа келген адам ұқсап келеді. Ата-анамен мұғалім бірге жұмыс істеу керек та. Сол үшін мен айтамын, ата-аналарды тәрбиелеймін деп. Баланы кім еркелетеді сонда? Баланы в основном ата-енесімен тұратын үйде атасы мен апасы еркелетеді. Неге? Қазақпыз ғой, бәрі біледі. Бала тәтті, немере одан да тәтті. Тем более балаң чуть-чуть задержкасы ұнадым, басқашалау болып тұрған сияқты деп айтсаң, бітті, ата-анаң сразу хипеш, сен менің баламды бүйтіп атсың, сөйтіп атсың деген нәрсе да. Ата, апа никак қабылдай алмайды. Мамасы мен әкесіне, папасы ладно жарайды, под вопросом мамасына түсіндіріп алды. Мама сразу біледі. Шынында емес қой, өзінің баласын күнде көріп, мынандай айтсаң, я дейді. Мынандай ма айтсаң, я дейді. Соны папасына түсіндіріп беріңізші дейді сосын. Папасын шақырасың. Папасын айтасың, папасын ойнамайды басына, келесі сабақ келеді, сабаққа кірісіп қоясың, көрсетесің. Папасын ойнайды да, я дейді. Ата апасына никак. Ата апасына бірден айтсаң, сразу басады, менде балам сондай болған, менің балам да 5 жасында сөйледі ғой, ештеңе етпейді анауны. Ол кездегі баламен қазіргі баланы салыстыруға келмейді. Потому что біз немен ойнадық, сразу автоматически. Құмда жалаң аяқ жүрдік па, жүрдік. Тасмен ойнадық па, ойнадық. Қасық ойнадық па, ойнадық. Балшықтан торт жасадық па, жасадық. Шөпте жалаң аяқ жүрдік па, жүрдік. Өзенге барып шомылдық па, шомылдық. Мал бағатындар, үйде мал бақты ма, бақты, боқтазылады ма, тазылады. Барлығы деген уже деген табиғи АФК сенсорика да. Керек емес он, например, үйде сенсорика, құмдай кішкентай құмға бүйтіп баланы жалаң аяқ жүргізіп қоямыз ғой. Ауылдың балалары деген, например, біздің кезіміздегі балалар деген судан шықтың, құм деген қызып жалаң аяқ жүгіресің, шөп кроссовка киюге жылан жоқ, топырақ болып қалады деп жаяу қайтатын асфальттың үстінде кезімізде болды ғой. Табиғи сенсорикада полный барлығын сезініп тастағанбыз да біз. Өзін дейінгілер де сезініп тастаған. Сен, например, қазір есіктің алдында дорға жалаң аяқ жібермейді ғой, этажкада тұратындар. Да, таза жерге, қайтып сен, например, қазір шыны жоқ жерге де жібермейміз ғой. Сен қазір көзіңді байлап тастайыншы, мен сенің аяғыңды нәскені шешіп алып, есіктен шығарып жүрген асфальтқа шықсаң, мына асфальт қой дейсің, шөпке шықсаң, шөп қой дейсің, табан. Сезіп тұр, сигнал беріп тұр табан. Қолмен ұстайсың, міне стол міне не іздеп жатсың қараңғыдан, например, стенаны жағалап свет жағып аласың ғой. Ал мұнда задержка балалар вообще информация берілмейді миға, никак, оған бәрібір. Сен суық жерде жүрсің ба, шоқтың үстін басып жүрсің ба, сигнал бермейді да, из-за этого задержка болады. Сонымен айтамын, сіздің кезіңіздегі баламен қазіргі баланы салыстырмаңыздар, пожалуйста. Мойнамайсыздар ма, маған вообще бәрібір. Сіздің балаңыз өмір сүретінсіз.
менің міндетім просто айту. Сендіңіз, тапсырдыңыз, мен жұмыс істейін, результат шығарып берейін, бірақ мен сіз қинамайын дейді, потому что ата апалармен сөйлесу өте қиын да. Өйткені олар никак мойындамайтындай бар себебі жақсы көреді да қатты немересін. Кім қияды жамандыққа баласын, жаманатқа кім қияды? Бірақ түсінген дұрыс та. Соның үшін ата апасы көріп отырсаңыздар, мен де мама бабам сондай, жақсы білемін өзім. Сәл отырып сөйлесу керек та үлкен кісілермен дейді. Содан болады пайда. Сол жағын жақсы айтқым келеді. Күшті. Сіздер АФК-да физикалық нагрузкадан басқа, мелкий моторикадан басқа дәрі-дәрмектер қолданасыздар ма? Олар керек па? Ондай балаларға? Керек балалар да бар, керек емес балалар да бар. Бірақ сразу айтайын, именно задержка дәрімен кетпейді. Ол только педагогический коррекциямен кетеді. Задержка чего? СПР, ЗР, СПР біз жұмыс істейтін. Айттым ғой, диагнозбен медицина жұмыс істесін, біз оларға не лезім. Диагноз медицинаның әңгімесі. Заключение, педагогический коррекция ол біздің әңгімеміз. Именно заключениеге дәрі жоқ. Потому что баланың психологиясын дәрімен емдей алмайсың. Балаға только үйрету керек та оны. Ал керек балалар бар деп жатқаным, кейбір балалар да болады, невротик балалар болады, агрессивный балалар болады, қатты гиперактивный балалар болады, слишком гипоорно қозғалмайтын балалар болады. Соларға біздің жұмысымызға көмек болу үшін витаминдер жазып береді. Былайша айтқан кезде мидың жұмысын сәл жылдамдатады. Ол витамин, дәрі емес. Сәл бізге көмектеседі да, мидың жұмысын жылдамдатады да, жұмыс еткені. Витамин D настроение поднимает, D3. Витамин D по идее бізге керек емес. Солтүстік жаққа керек шығар, Астанаға, Көкшетау жаққа, Күна жаққа. Именно мен Алматыдан келіп отырмын ғой. Бізге D3 вообще керек емес. Біз есіктің алдын бәрі полный D3 ғой. Просто шығару керек. Есіктің алдына баланшы D3 дәрі бере бергенше ше. Слишком артық беруге де болмайды. Всегда дозасын невропатологпен келісіп, и то при том білетін невропатологтар тауып, қымбат жақсы, прям ел мақтап жүрген, прям степені бар профессорлық ше. Сондай кісілерден алу керек та. Келген невропатолог білетін дәрісін жазып бере салуы мүмкін да. Қалай әсер етіп кететінін білмейсің ғой. Кейбір балалар болады, вообще күнде келіп жүрген нәрсесін ұмытып қалатын балалар болады, дәрі ішті деп. Қандай дәрі беріп жатқанын білмей қаламыз да біз. Айтпайды ғой ата-ана деген. Сіздер ғана келіп жүрміз бірдеңе. Оны бірақ біз сразу білеміз ол. Күнде көз алдыңда көріп жүрген балаңды білесің ғой. Машинаңды да білесің ғой, бір сырып кетсе сразу байқайсың ғой. Сол сияқты күнде көріп жүрген балаңды өзгеріс болма, сразу білесің. Мына что-то не то. Асибатқа барсыздар ма? Жоқ дейді. Тымай сап жүрген жоқсыңдар ма? Жоқ дейді. Байқаңдар, дәрі бірдеңе ішіп жүрген жоқсыңдар ма? Жоқ дейді. Біз ішімізден біліп тұрамыз да. Сосын невропатологпен берген көреміз бірінші бізде. Қараймыз. Кейде болады, невропатологқа звондаймыз. Мынандай программа өтіп жатыр, но бола ма, болмай ма балаға точно. Медицина хабарым жоқ қой, өйткені мен не дәрі беріп жатқанын. Бірақ примерно білемін да. Сонымен сөйтіп, чисто витаминдер көмекке ғана болады. Чтобы ускорить процесс просто. А полностью излечить никак дәрі емдей алмайды. Только коррекция. Сол үшін ата-аналарға айтарым. Тут қорқынышты нәрсе емес. Во-первых, ойбай, диагноз деген сөз вообще айтып керек емес. СПР, ЗР деп тұрмын, вообще диагноз емес ол. Құдай сақтасын диагноздан. Шатастырмаңыздар өзіңізді де, баратын жеріңізде. Во-вторых, коррекционный центр таңдаған кезде отыстарына қараңыз. Баланы апарып қалай диагностика жасады, 2 сабақ өтті, қандай план жасады, қандай жоспармен жұмыс істеп жатыр, немен жұмыс істеп жатыр. Тексеріп алыңыз, көңіліңізден шықты ма, шықпады ма, шықпаса басқа жерге апара беріңіз. Көп центр. На выбор көп. Біреудің методикасы өтеді, біреудікі өтпейді, біреуінікі жуас, біреуінікі қатал. Енді ол центрға емес, нақты педагогтың өзіне барады ғой, ұстаздың, тренердің өзіне барады ғой нақты. Тренердің көзіне барады. Логопед басқа жерде болуы мүмкін деген сияқты. Бірақ в основном бір коррекционный центрда істейтін адамдардың методикасы схожий болады, бір-біріне. И тем более бір соседний кабинетке отырған адаммен сөйлесіп бірге жұмыс істеген ыңғайлырақ та. Все, понял. Сол жағынан комплексный подход, да? Да, комплексный подход, да. Содан кейін вообще коррекционный центрға бардыңыздар ма,
үйде баламен то же самое заниматься ету керек. Мұғалім не айтты соны істейсіздер, істеме деген нәрсені істемейсіздер. Например, тәтті жемесін деді ма, тәтті жемесін, болды, ештеңе кетпейді одан. Баланы аш қалдыр деп жатқан жоқ қой 3 күнге. Поведение просто балаң бүйтіп істе деп жатыр ма, істеме. Сен айтқаныңды істесін бала. Сен балаң айтқанын емес, например. Соны тәрбиелейді басынан уже. Соған бардыңыздар ма, сенім артасыздар. Мұғалімдер не дейді, соны істейсіздер, болды. Бала сізге керек. Біз бүгін бар, ертең жоқ, көрсеміз, көріспейміз ғой құдай біледі. Алдымызға келгеннен абыроймен міндетімізді атқарып бергіміз келеді, болды. Жаңа коррекционный центрге бердім екен деп үйде диванда телевизор көріп жата беруге болмайды ғой. Үйде тоже жұмыс істеу керек. Сондай нәрсе көп негізі айтатын деші. Поверхностно, примерно бетін айтып шықтым. Айтқым келген нәрселерді. Ол біздің бірінші подкастымыз. Тағы да жазатын шығармыз бұл мәселені. Да, осы жайлы, АФК жайлы, АФК тренерлар жайлы. Құрметті көрермендер, баланың денсаулығы ата-ана үшін бірінші орында. Осы тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіздер. Тағы да келесі подкасттарда сіздердің сұрақтарыңызды қолдана отырып подкаст жазып, сол сұрақтарға жауап береміз. Күшті бір сөз айтып кетейін бе соңында думан? Да. Әр баланың тағдырына, болашағына, денсаулығына, ертеңіне жауапты 2 адам бар. Әкесі мен анасы. Болды, басқа ешкім емес. Сол үшін ата-аналар ертеңге қалдырмай, бағана мен айтқан ата-аналар сияқты жүрмей, көрдіңіздер ме, сразу кетіп соға тырысу керек. Бала ертең сіздің болашағыңыз, абыройыңыз, жауаптысыз. Сол үшін балаларымыз ауырмасын, Құдай сақтасын, ешқандай задержкалар болмасын. Ел қатарлы, елдің баласынан жақсы бала болсын, бәріміздің баламыз. Құдай басқа салмасын. Жалпы менімен жекелей таныспай қойыңыздар деп айтамын. Всегда күшті тілек қой. Мен жұмыс барысында менімен таныспай қойыңыздар, екеуі жолықпай қойық деп отырсыз. Балаңыз менің алдыма келмесін деймін. Иә. Күшті тілек қой. Солай бітірейік. Рахмет. Назарларыңызға рахмет.